Не үшін жұмысларың жүріспей жатыр, алға қарап рауажланбай жатырғанлығының себебін айтып берейін. Егер менің айтып жатырғанларымды диққатпенен тыңлап, аңласаң, шешім табасаң. Менің айтқанларымды түсіндің, бірақ аңламасаң, шешім таба алмайсың. Патша жолда кетіп баратырып, үлкен бір бағды көріп қалыпты. Һәм сол бақтың қасына барып, бағбанды шақырыпты. Қане бірнеше мейвелеріңді бер, жеп көрейік. Бағбан қуанып бірнеше мейвелерін алып келіпті. Бір алманы тісілепті да, сол дәрежеде мазалы екен, патшаның ойы бұзылыпты. Осы бағды өзіме өзлестіріп алсам беген. Жүдә жақсы екен мейвелері. Бұл жүрген бір ғарыр болса, депті. Екінші мейвені жейін десе, ол шіріп кеткен болып шықты. Және ойынан қайтыпты да, қой бұл баг болмайды екен. Алмалары, мейвелері, шіркілері де бар екен ішінде, депті. Және үшінші мейвені жеп қараса, және алдыңғыдай мазалы болып патшаға ұнапты. Һәм бағбанға айтыпты. Неге біріншісі мазалы, екіншісі жақсы емес болып шықты, үшіншісі және мазалы болып шықты. Оның себебі не десе, бағбан күлімсіреп тұрып айтқан екен патшаға. Ниетіңіз туырланған шығар деп. Яғни тап сондай қылып сіздер бір жерлерге барған уақытта, мысалы 100 мың сомға бір сауда істесеңіз, я болмаса сол жерден 100 мың сом төлем төлеген уақытыңызда ішіңізден оның қалтасын санайсыз. Күніне ұсындайдан 20 адам келсе 2 миллион болады екен да. Бір айда бұл 60 миллион сом болады. Бұның сырын үйреніп алып, осы бизнесті істеу керек деген ой келеді. Һәм соны әмелге асырасыз, нәтиже болса нөлге тең. Соның үшін мен әрдайым айтамын, адам бір нәрсе істей жақ болса, ниетін дұрыслау керек. Бірнеше жыл бұрын маған бір адам келіп еді. Һәм мен сіздің білімлеріңізді тыңлап жатырмын, жақсы білім беріп жатырсыз. Бірақ негедір өзлестіре алмай жатырмын деген уақытында мен айтып едім, өзлестіруден мақсат не десем, ертең маған керек болып қалады ғой, деді. Кейін мен оған айттым, сіз қандай ниетте келіп едіңіз бұл жерге десем, үйрену үшін деді. Кейін кел ашық сөйлесеміз. Бәлкім үйреніп алып, Жәнібектің сырларын біліп алып, мен өзім үлкен офис ашаман деген ой болған шығар, сондай ниет болған шығар десем, ол да жоқ емес, бар ондай ниетім деп еді. Сол уақытта мен ниетіңіз дұрыс болмаған екен. Егер сіз маған хақиқаттан да білім алуға келгеніңізде, сізге менің білімлерім қонған болар еді. Ал сіз надұрыс ниетте, яғни бұзық ниетте келген екенсіз деп едім. Яғни тап сондай қылып, не зат істей жақ болсаңыз, кіммен сөйлесе жақ болсаңыз, қайсыдыр бір жерге барған уақытта ол жердегі пұлға, я болмаса сол жердегі базы бір нәрселерге көз алай тұрмасаңыз, сіздің жұмысыңыз рауажланады, һәм өніп өсуіңіз жақсы болады. Соның үшін да ата бабамыз айтқан, ниетің дұрыс болсын.